Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар YouTube арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өте қызықты қорқынышты мультфильмдердің бірі, қазақ балаларының сүйікті мультфильмдері десем де болады. Бүгінгі видеода Бибігүл мақтаншақ қыз жайлы ащы шындықтар болады. Достар, бүгінгі оқиғамыздың басты мақсаты Бибігүл мақтаншақ қыз осы мақтанғанымен қандай дәрежеге жетті. Және де бұл мақтаншақ қыз осы фильмдердің эпизодтарында шайтанды көріп қалады. Шайтанды көргілеріңіз келсе, онда бұл видеоны соңына дейін көріп және арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойсаңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Достар, егер де бұл мультфильмдерді білмесеңіздер, мен сіздерге бұл мультфильмнің басты оқиғасын сіздерге айтып берейін. Басты рөлдерде Бибігүл қыз және оның анасы болады. Бибігүл күндердің күнінде құда түсуге келеді. Сөйтіп үйіне құда түсуге адамдарды келеді. Сөйтіп анасы тамақ пісіріп, ола құда күтуде дайындалуда. Тамақ пісіріп, әйтеуір дастарханға өзінің тамағын жайып, қонақтарды күтіп алады. Содан кейін Бибігүлдің анасы бұл дастарханда барлығын менің қызым жасады деп мақтанып қояды. Ал егер бірақ оның қызына ештеңе үндеме деп те айтқан болатын. Сөйтіп қызы оған шәугімді алып кел деп жұмсап жібереді. Яғни самаурынды алып келуін сұрайды. Сөйтіп Бибігүл ол самаурынды барып алып келеді. Самаурынды алып келген кезде оның үйінде өрт болады. Самаурынның ішіне Бибігүл суда толтырмаған, өте ыстық қайнаған күйінде әкеледі. Сөйтіп су құйса және тек қана бу ғана шығады. Сөйтіп самаурынның қызғаны соншалықты атыла келеді. Сөйгенде құданың басы өртеніп бастайды. Сөйтіп құда жүгіреді, әйтеуір далаға шығады. Оны көрген Бибігүл оған су шашып береді. Суы да өте ыстық болады. Сөйтіп құда одан сайын ары-бері жүгіріп қашып жөнеледі. Содан кейін оның құдалары да кетіп қалады. Ал одан кейін киіз үйі де өртеніп жоқ болып кетеді. Одан кейін жаңбыр да басталады. Содан кейін айтады: маған тең келетін бұл құдалар жоқ дейді. Соны естіп жынданған анасы қолына шыбықты алады. Шыбықты алып ашулана келіп қызын қуалай жөнеледі. Қуалап жүргенде алдыларынан бір батырды кездестіреді. Сөйтіп батырды кездестіргенде ол батыр: ей қатын, бұл не болмақ? Бұл қаншаңды не үшін ұрып жатсың деп сұрайды. Сол кезде олар оның айтқаны: бұл менің қызым дейді. Онда сол кезде мақтаншақ қызы осылай мақтана келеді: менің қолымнан бәрі келеді. Мен кілем тоқи алам дейді. Сөйтіп кілем тоқи алатын болсаң, онда менің үйіме жүр дейді. Үйіне барған кезінде егер кілем тіксең, сен алам, тікпесең басыңды алам дейді. Оны естіп қызы шоши қалады. Содан кейін қызын үйіне алып кетеді. Үйіне барған кезде ол ойланып, мен оны істей алмаймын, сөйтіп артқа тартып қорқып кетеді. Сол кезде оның үйінде бір жын шығады. Ол жынның түрін сіздерге қазір көрсететін боламын. Жынның түрі өте қорқынышты болады. Сөйтіп үйіне барған кезде айтады: мен кілем тоқи алмаймын, маған көмектесші дейді. Жарайды, бірақ менің бір шартым бар дейді. Ол шартын қазір сіздерге айтып беремін. Сөйтіп кілемді мен тігіп беремін дейді ол жын. Сөйтіп айтқан кезінде менің бірақ бір шартым бар. Менің атымды табуым керек. Мына құмыраға айт дейді. Сөйтіп ол өте көп адамның есімін айтып тастайды. Сөйтіп ертеңінде сол жын қайттан келеді. Кілемін көрсетеді де: менің атымды таптың ба деп ана құмыраны береді. Құмырасын естігенде бірде-бір атын таппайды. Сөйтіп сол кезде мына батыр да кіріп қалады. Батыр кіріп қалған кезінде ана жын құлап түседі. Жын құлап түскеннен кейін ол батыр ағашқа қадалай қалған кезінде сол кезде сол жынның атын естіп қояды. Жынның атын айтайын дегенде батырды ұрып талдырып тастайды. Сөйтіп айтып бүйтіп келгенде батыр атын айтқан кезде жын жоқ болып кетеді. Ал енді сіздерге сол жынның түрін көрсетейін. Міне достар, жынның түрі осындай болып шығады.
осының түрін көрген бибігүл зәресін алып қорқып кетеді. Иә, бірақ оның түрі қорқынышты болғанымен оның аты ұршықбай болып шығады. Иә достар, осылайша бибігүлдің ащы шындықтары осылай таман. Яғни бұл мультфильмде жынның көрсетілгенін сіздерге айттым. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған мен Ернұр YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.